Келесі сабағымыздың тақырыбы бөлдік операциялар, денелерді құрастыру. Дәрісіміздің жоспары денелерді құрастыру, саймандармен жұмыс. Денелерді құрастыру, бөлдік денелерді құру. Бөлдік деп сақина денесінің бірнеше бастапқы денелерінің формалды линияда қолданылатын осы денелерге бөлдік алгебралық операцияларды қолдану арқылы құралған, құрастырылған денелерді айтады. Мұндай операциялардың санына жетпес жағдайда қосылу, айыру және қиылысу операциялары жатады. Қиылысу операциясы бөлдік дененің торлы қабықшасы өзіне бастапқы екі дененің қабықшасын қосады. Айыру операциясы бөлдік дененің қабықшасы бастапқы дененің қабықшасының біреуін осындай басқа дененің қабілетінен айырылымынан құрылған дене. Қиылысу операциясы берілген дене қабықшаға екі бастапқы денелердің қабықшалықтарының қиылысу нәтижелі болып табылады. Бөлдік денелерді құру, яғни біздің қарастырып жатқан түрде Макс 2008 бағдарламасында келесі үш құрал саймандар көмегімен жүзеге асатын бөлдік денелерді құруға функционалдары қарастырылған, яғни булиан, булев, пробулиан, бөлдік алға басу және прогуттер, режущий, продвинутый деген. Орысша айтқанда, басу бұл аспаптарды батырмалары геометрия қосымша бетінде, командалық панельде, крейт құру бөлімінде, соның ішінде составные объекты, яғни құрам объектілері бөлімінде орналасқан. Енді бөлдік денелерді келесі үш жағдайда құру ұсынылады. Яғни күрделі денелерді модульденгенде, әсіресе пішіні дұрыс құралдарды құру кезінде үй қабырғаларындағы терезе мен есік ойығы үшін бүтін денелерді модельдерге түйіскендергісіз рәсімдегі олардың беттерін бірнеше бастапқы денелердің олардың торлы қабықшадан кейінгі элементтерді өңдеу мақсатымен бастапқы денелер ретінде сақинаның кез келген денесі бөлдіктікі құру үшін жіберіледі. Енді біз саймандармен жұмыс жасайтын болсақ, мен сіздерге 3D Max бағдарламасында көрсетейін. Біз 3D Max бағдарламасын аштық. Яғни 3D Max бағдарламасын ашқан кезде біз бір қабырғаны ойып алайық. Яғни оған боксты қолданайық. Бір қабырға ретінде. Содан кейін тағы да екінші бокс алайық. Яғни осының ойып алайық, яғни терезе үшін деп алайық. Біз ол үшін оямыз. Содан кейін терезе ретінде. Енді біз сыртқы қабатын, яғни банағы стенаны белгілеп, содан кейін банағы геометрия бөлімінен Command Objects командасы таңдаймыз да, бөлім таңдаймыз. Содан кейін Pick Operand деген батырманы басамыз. Содан кейін оның ішкі қабатын басамыз. Сонда ішіндегі төрт бұрышты басқанда, яғни біз қабатымызды ойып алды. Яғни бізге терезеге ойық салып берді. Енді сіздер осыны қайталап жасап қараңыздар. Практикалық сабақтарда да бұдан да күрделі әдіс тәсілдерді қолданамыз. Жақсы, сау болыңыздар.